Барлықтарына сәлем. Мен беретін кеңесім, егер шөптерден өзіңіз шай жасайтын болсаңыз, чайникке қанша мөлшерде сол шөпті салып жатқандарыңызды дұрыстап қадағалаңыз. Егер көп салудың қажеті жоқ, аз салыңыздар. Егер дәмі ащы болып кетсе, мысалы ромашка шайы немесе басқа шөптің шайы, оны ішпеңіздер. Мүмкін оның концентрациясы көп болуы мүмкін. Соның кесірінен, мысалы, мен соңғы түнде ішім ауырып шықты, құсып, жаңағы активированный уголь ішу арқылы жазылдым. Ол мен кеше ромашка шайын көбірек салып қойғанмын, жаңағы соны ішіп алдым да, бір стақан. Соның кесірінен ішім мені ауырды. Тағы бір нәрсе, ауырған кезде міндетті түрде Құдайға ішімізден сыйынамыз, және міндетті түрде позитивті стейтменттер айту керек. Мысалы, менің организмім өзі білет, менің организмім мықты. Мой организм мощная машина дейді ғой.